Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі жаңа сабағымызды бастаймыз. Адасқан сөздер әдісі бойынша тақтада шашыраған әріптер берілген. Осы шашыраған әріптердің ішінен мағынасы бар сөздерді табамыз. Балалар, бізде қандай сөздер шықты? Жарайсыңдар. Бұл сөздердің бүгінгі жаңа сабаққа қандай қатысы бар деп ойлайсыңдар? Тамаша. Олай болса, бүгінгі жаңа сабақтың тақырыбы сын есім. Заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөз табын сын есім деп атаймыз. Сын есім қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Бүгінгі сабақта сендер тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеп, ашық және жабық сұрақтарға жауап бересіңдер. Сөйлемдерден сын есімдерді тауып белгілейсіңдер. Олай болса, бүгінгі сабақты мұқият тыңдап, сұрақтарға жауап беріп, белсенді болайық. Жақсы, олай болса, кітабымызды ашып, кітаптағы 49-шы жаттығуға қарай мәтінді тыңда, сын есімдерді тап. Ең алдымен осы мәтінге байланысты жасанды интеллектпен берілген видео бар, соны назар салып тыңдайық. Сосын соған байланысты тапсырмалар орындаймыз. Менің бабам имаш орта бойлы, орақ мұрын, от жанарлы кісі болатын. Әкем Момынәлі сол шымыр шалдың 4-ші перзенті екен. Оны жұрт момыш деп кеткен. Әжемнің аты Қыстылмас еді. Қартайғанда сары кемпір атанған. Жарықтық аса ажарлы, ақ дидарлы кісі болатын. Оқушылар, біздің көрген видеомыз кім туралы? Тамаша, Бауыржан Момышұлы туралы. Бауыржан Момышұлы кім? Олай болса, тақтада Ликиге көмектесейік ойына берілген, яғни жаңағы видеоға байланысты сұрақтарға жауап беретін боламыз. Бауыржан Момышұлының әкесінің аты кім? Момынәлі, Момын, Бауыржан, Әлі. Жарайсыңдар, Момынәлі. Әкесі Момынәлі үйдегі нешінші бала? 3-ші, 4-ші, 2-ші, 6-ші. 4-ші бала. Тамаша. Орта бойлы, орақ мұрынды, от жанарлы сөздері қай кейіпкерге қатысты? Өте жақсы, Имаш. Момышұлының әжесінің аты кім? Қызғалдақ, Дидар, сары кемпір, Қыстылмас. Керемет, жауабы Қыстылмас. Ажарлы, ақ дидарлы сөздері қандай сын есім? Туынды сын есім, негізгі сын есім, жауап есім. Өте жақсы, туынды сын есімге жатады. Жарайсыңдар. Олай болса, оқушылар барлығымыз сын есім туралы бейне материалды тыңдайық. Бұл тонна келген сыйлы. Оның ішінде не бар? Том саған тосы сый жасапты. Не екенін өзің тап, мен саған көмектесейін. Ол кішкентай. Бұл күшік пе? Бұл енді сенің күшігің. Ол қандай екен? Менің күшігім кішкентай. Тісі ала, жүні жұмсақ және сондай ақылды. Көрдің бе, бұл сөздер қандай деген сұраққа жауап береді. Яғни олар сын есімдер. Сын есім, заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Түсі, қызыл, сары, ақ. Көлемі, кіші, үлкен, ұзын. Салмағы, ауыр, жеңіл. Дәмі, ащы, тәтті, қышқыл. Пішіні, сүйір, сопа, домалақ. Дана, мына кестеге жинаған сын есімдердің барлығын қалай атайтынын сен білесің бе? Жоқ, білмеймін. Бұлар негізгі сын есімдер, яғни түбір сөзден болған сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады. Жақсы, бұлар негізгі сын есімдер. Одан басқа да сын есімдер бар ма? Сен кішісінде ақылы деп едің ғой, осы ақылды сөздер туынды сын есім болады. Ол түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалып тұр. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есімдер негізгі, түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Сонда қандай жұрнақтар жалғауға болады? Сын есім жасау үшін зат есім мен етістікке жұрнақ жалғаймыз. Зат есімге л-ді, д-ді, т-ді, с-сіз жұрнақтарын жалғаймыз. Мысалы, күлкілі.
Ильич. Червой критик. Он тек акылды, жұмсақ, сүйкімді болып қана қоймай, сонымен қатар өте жылдам екен. Илья, критик сөзі жылдам деген мағынаны білдіреді. Оқушылар классификация әдісі бойынша тақтада сөздер берілген, яғни бірінші бағанға негізгі сын есімдерді, ал екінші бағанға туынды сын есімдерді орналастырамыз. Қысқы сөзі берілген, бұл қандай сын есімге жатады? Жарайсыңдар, туынды сын есімге жатады. Келесі, әдемі сөзі, бұл қай сын есімге жатады? Негізгі сын есімге жатады, тамаша. Келесі, үлкен, қандай сын есімге жатады? Тамаша, негізгі сын есімге жатады. Сұлу, қандай сын есім? Тамаша, негізгі сын есім. Келесі, әсем, негізгі сын есім. Биік, негізгі сын есім. Жігерлі, қандай сын есімге жатады? Тамаша, туынды сын есімге жатады, себебі жұрнақ арқылы жасалыпты. Келесі, жылы, қандай сын есімге жатады? Тамаша, негізгі сын есім. Жазғы, қандай сын есімге жатады? Туынды сын есім. Өнерлі сөзі, сын есімнің қай түрі? Өте жақсы, туынды сын есім. Орманды, қай сын есімге жатады? Тамаша, туынды сын есімге жатады. Жолдастық, сын есімнің қай тобына жатады? Жарайсыңдар, туынды сын есім. Өте жақсы балалар, тапсырманы барлығымыз жақсы орындадық деп ойлаймын. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылап бекітіп алайық. Яғни сендерге тақтада сәйкестендіру тапсырмасы берілген, бірінші бағанда сын есімдер, ал екінші бағанда зат есімдер берілген. Яғни сын есімдерді зат есіммен сәйкестендіреміз. Тапсырмаларды орындап болсақ, барлығымыз бірге тексерейік. Ашық аспан, ащы бұрыш, тәтті бал, жыртқыш арыстан, қорқақ қоян. Жарайсыңдар. Оқушылар, бүгінгі сабақ түсінікті болса, сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.